Қыздар, бізде осындай кәжекей шығайын деп жатыр мастер-классы. Мынау лекаласы, мына лентасы алдына қоятын. Астарлық мата, негізгі матадан. Қыздар, енді лекаланы құрастырамыз. Мынау суретке қарап. Мынау бірінші беті. Екінші беті. Мынау үшінші беті. Осының астына мына жақтағы төртінші бетті бұлай бір-біріне біріктіріп, мыналарды бойымен қырқып аламыз. Қыздар, мына дәл осындай қылып лекаламызды жинап алдық. Енді осыларды қиып шығып, мата бетіне бастырып қырқып аламыз. Қыздар, енді осы лекаланы қырқып алған лекаламызды негізгі матадан қырқамыз. Мынау алдыңғы бой, артқы бойды негізгі матадан қырқамыз. Мынау астарлықты астарлық матадан қырқамыз. Мынау астарлық, мынау негізгі матадан. Бұл да астарлық болады. Мына екі шеті біріктіріліп тігіледі. Мынау әдіпті де негізгі матадан қырқамыз. Мына жерде етегінде негізгі матадан қырқамыз. Астарлық матасы да болады. Мынау жеңінде негізгі матадан қырқамыз және астарлығы болады. Қыздар, мына жерде велюр матасын таңдаған кезде түгін жоғары қаратсаңыздар түк қанық болады, төмен қаратсаңыздар ашық түсті болады. Өздеріңіз қалауыңыз бойынша таңдап, қиып, піше бересіз. Қыздар, мына лекаламызды негізгі матамызға қойып сызып алдық. Енді қырқып шығамыз. Мынау артқы бойды былайынан да түсіруге болады. Мына жағы тұтас болып пішіледі. Мына етек бөлігін тұтастай қырқып аламыз. Мына жерден. Мына жер тұтас болады. Мына жерде жең бөлігін дәл солай видеода көрсетілгендей етіп қиып аламыз. Қыздар, мына астарлық матадан мынау артқы бойдың лекаласын сызып алдым. Мынау алдыңғы. Қыздар, мына жерде мына әдіпті артқы бой астарлығына мына жерін отырғызамыз. Сосын мынау алдыңғы бойдың астарлығына мына жерін былайынан тігіп шығамыз екі бетінен. Қыздар, мына жерде алдыңғы бой астарлықты инемен қыстырып алып тігіп шықсаңыздар, бір тегіс ровно шығады. Қыздар, осы жерде енді иық жақтарын бір-біріне беттестіріп тігіп аламыз. Артқы бой, алдыңғы бой, иық жақтарын тігеміз. Қыздар, енді мына тігіп алған матамызды, мына артқы бой мен алдыңғы бой екеуін бір-біріне үстіне беттестіріп, мына жерін инемен қадап шығамыз. Мына алдыңғы ойындықты, сосын мына жерінде тігіп аламыз, бір-біріне біріктіріп. Мынандай иығына не қалдырамын десеңіздер, мынаны ішке қарай кіргізіп мына жерден. Сосын мына жерден былай тігіп жібересіздер. Тігістің арасына қосып жерсеңіздер, мына жерден иық шығып тұрады. Мына жерлерін қиып шығамыз, үтікпен әдемі отыру үшін. Иығын, мойнын. Қыздар, енді мына жақтарын барлығын қиып шықтық. Енді осыны үтікпен үтіктеген кезде әдемі болып жабысады. Мынаны теріс қаратып үтіктеп шығамыз. Мына жерінен 1 сантиметр қалдырып белгілеп аламыз. Сосын мынаны сол сызық бойымен тігіп шығамыз. Мынаның алдыңғы жағына лентасын тігіп алдық. Енді мына жағына лентасын тігіп аламыз. Мына жерін 1 сантиметрден қалдырып. Енді мына екі шетін қосып шығамыз. Бір-біріне біріктестіріп. Қыздар, мына екі жағын тігіп алдық. Екі жағын тіккен кезде обязательно үтіктейміз. Мына етектің астары мен негізгі мата екеуін бір-біріне қойып, мына жағынан бүйтіп айналдырып тігіс түсіреміз. Мына етекті осылай тігіп аламыз. Сосын мына жерлерін кішкене қырқып жібереміз. Сонда тегіс әдемі болып шығады. Мынаны оң жағына аударып, былайынан үтіктеп шығамыз. Қыздар, енді біздің тігіп атқан неміз дайын болып қалды. Мына жақта велюр мен велюр жақ беттерін беттестіріп, айналдыра тігіп шығамыз. Дәл видеода көрсетілгенде қайталаймыз. Мынаны инемен түйреп алып, мына жерден инемен түйреп алып, былайынан тігіс түсіреміз. Сосын астыңғысына тігіс түсіреміз да, мынандай кішкене ғана қалдырамыз, чтобы аударып алуға. Мына тігісімізді түсіріп алдық. Енді осы жердегі кішкене тесіктен аударамыз. Оң қаратып, мына жерде кішкене тігістен оң қаратып алдық. Енді мына тігісті көрінбейтін немен тігіп қоюға болады. Жилеткамыз дайын.